Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз дәл осындай өте дәмді, әрқашанда көңілден шығатын пахлава дайындаймыз. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Жуып тазалап, кептіріліп алған изюм 200 грамм, жаңғақ 5 жұмыртқа, разрыхлитель, маргарин, айран және ұн қажет болады. Алдымен жұмысымызды жұмыртқадан бастаймыз. Таза, құрғақ ыдысымызға ақуыз бен сауырузымызды ажыратып аламыз. Ақуызымызды бөлек, 4 жұмыртқан сары уызын бөлек және 1 жұмыртқан сары уызын бөлек алып қоямыз. Үстіні міндетті түрде пищевой пленкамен жауып, біреуін алып қоямыз. Ұнымызды салып алдық, үстінен осылай маргаринімізді саламыз. Көлемі өте үлкен болғандықтан 30-ға 40 мен листімнің көлемі, сондықтан маргарин немесе сарма осылай көптеу кетеді. Теркадан өткізіп аламыз. Әрбір осылай күштен өткізген кезде бір рет ұнға осылай малып аламыз. Сонда қамырларымыз кәдімгідей песочный болып шығады. Біз осылай крошка жасап алдық. Үстінен енді 1 шай қасық разрыхлительді салып, жақсылап осы құрғақ массамызды араластырып жібереміз. Үстінен осылай 4 жұмыртқамыздан осындай желтогын салып аламыз. Және үстінен, міне осылай менде домашний қою айран. Үстінен, міне осылай ас содамыз, шай қасықтың осындай жартысына шамалы жетпейді. Жай ғана ішіне салып, араластырып жібереміз. Араласқан соң, міне осылай айранымыздың дауысы өзгере бастайды. Қамырына мүлдем шекер қоспаймыз. Осы қамырымыз дайын. Осы қамырымызды жай ғана басын біріктіріп алдық. Шамалы үстіне ұн себелеп. Енді бұл қамырымызды 10 минут шамасына тындырып, үстіне қазір пищевой пленка немесе жай ғана майлық жауып қоямыз. Тыңға қамырымызды 3 зуалаға бөлеміз, 1 үлкен және 2 кіші. 2 кішіні 1 зуаласын осылай листің көлемімен бірдей етіп жайып алдық, және листің үстіне төсейміз. Астына пергамент қағаз немесе ұн себелеп жібереміз. Осылай қамырымызды саламыз, шеттерін жетпеген жерлерін ақырындап қолымызбен тартып жібереміз. Және міндетті түрде қыздар үстіне вилка көмегімен тесіп шығамыз, себебі қамырымыз қатты көтеріліп кетеді. Қызып тұрған пеште 10-12 минут пісіріп аламыз. Қатты қызартудың қажеті жоқ. Міне осылай сарғыш түске енгенде дайын коржымыз пештен шығарамыз. Және бұны суытамыз. Біз 10-15 минут шамасына суытып, арасында сол уақытта біз меренге дайындаймыз. Құрғақ таза ыдысымызға 5 ақуызымызды салып, осылай миксер көмегімен араластырамыз. Және осындай қатты өзін ұстап тұратын дәрежеге жеткен кезде үстінен біз құмшекерді салып араластырамыз. Құмшекерімізді аз-аздан салып барамыз. Бірден қатты салып жібермеңіздер. Осылай құмшекерімізді аз-аздан салып болып, толығымен құмшекерді салып болған соң, тура 2 минут араластырамыз миксер көмегімен. 2 минуттың ішінде құмшекеріміз осы меренгамыздың ішінде еріп бітеді. Осылай меренгамыз дайын. Үстіне ұнтақталған жаңғақ және изюмді салып, шамалы араластырып жібереміз. Қатты араластырмай шетке алып тұрамыз. Үлкен зуаламызды жая бастаймыз. Үлкендеу етіп жаямыз. Листіміздің көлемі 30-ға 40 болса, біз 32-ге 42 етіп шамалы шығарып жаямыз. Міндетті түрде шамалы шығарып жаю қажет. Листіміздің үстіне осылай қамырымызды төсеп алдық, және меренгамызды дайын, осылай начинкамызды тура 2-ге бөліп аламыз. Бір жартысыны осылай үстіне жая бастаймыз. Барлық жерінен бір келкі түсуіне әрекет жасаңыздар меренганы. Қыздар, міне қазір төмен жағына беземізді, осы меренгамызды жағып алдық. Кейіннен орта жағына біз осындай піскен коржымызды ақырындап саламыз.
бұл бізде осындай орта жағындағы піскен корж болады. Қазір осының үстіне біз тағы да қалған меренгамызды жағып шығамыз және үстіңгі жағына кіші зуаламызды жайып, үстіне кейіннен жұмыртқаның сарысын жағамыз. Осылай үшінші коржымыздың үстіне саған соң шеттерін осылай әдемілеп түйіп шығамыз міндетті түрде. Жай ғана осылай түймесеңіздер де арасын бірден қатты етіп жабыстырып шығу қажет, себебі арасында қазір ыстыққа кірген соң меренгамыз ағып шығып кетуі мүмкін. Үстінен сары уызымызды шамалы су араластырдым, 1-2 тамшы су құйып, үстінен әдемілеп жағып шығамыз. Осылай түгелдеп жағып шыққан соң үстіне осылай порционный етіп бөлеміз, қатты баспаймыз. Жай ғана жоғарыдағы коржымыз және ортадағы корж шамалы кесілу қажет, қыздар. Қаласаңыздар ромбик формада, өздеріңіз қалаған формада кесіп шықсаңыздар болады, және үлкендігінде өздеріңіз өз қалауыңызбен жасайсыздар. Үстіне осылай жарты жаңғақты қойып шығамыз. Жаңғақтарды қойып шыққан соң үстіне міндетті түрде шамалы басып жіберу қажет. Осылай пахлавамызды дайындап алдық. Кәдімгідей уже қазірдің өзіне порционы кесіп дайындап қойдық. Болды, пісіріп аламыз. Міне қыздар, пахлавамыз дайын. Мінеки дайын пахлаваларымыз 3-4 сағат суытып, осылай порционы етіп дастарханға тартамыз. Аралары өте жақсы піскен, осылай қамырымыз песочный болып тұрыпты, өте дәмді, толық сенімділікпен айта аламын. Және бұл пахлаваларымыз кез келген мерекелі дастарханымыздың көркі. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаған болса лайк басып, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Диана, сау болыңыздар.